сәлеметсің бе, балақай? Қалың қалай? Жақсы ма? Қалың жақсы екен. Өте қуаныштымын. Ал бүгін мен қонаққа сенің тағы да бір сүйікті кейіпкеріңді шақырамын. Сен дайынсың ба? Мен шақырайын ба? Балақай, сәлем, сені көргеніме қуаныштымын. Бүгін бізге қонаққа Тедди Аю келді. Тедди Аю, біз де сені көргенімізге қуаныштымыз. Қалың қалай? Өте жақсымын, рахмет. Балақай, сен қалайсың? Бүгін мультфильм көреміз бе? Әрине, Тедди Аю, бүгін бірге мультфильм көреміз. Және де қандай мультфильм десеңші? Мультфильм сен жайлы болмақ. Мен жайлы ма? Мәссаған, тезірек көргім келіп тұр. Жақсы, барлығымыз мультфильм көрейік. Жасыл орманда 3 аю өмір сүріпті. Әкесі, анасы және кішкентай қонжық аю. Бір күні олар орманда серуендеп жүріп, бал тауып алып, үйге алып келіпті. Бұл балды кешке бәріміз бірге жейміз, дейді әкесі ыдысқа құйып жатып. Кішкентай қонжық шыдасын ба? Ыдыста алып, аузын ашып жіберіп, саусағын батырып жей бастайды. Төтшін, ой! Сол кезде анасы қасына келіп, балам-ау, біз балды кешке бірге жейміз деп келіскен едік қой. Мұның не? дейді. Мен сабыр сақтай алмай қалдым. Кешіріңдерші мені, дейді қонжық. Жарайды балам, қателігіңді мойындауда үлкен ерлік. Қане енді бәріміз балды бірге жейік, дейді әкесі. Сөйтіп, үшеуі дастарханға отырып, балды бөлісіп жепті. Ой, мультфильмдегі кішкентай қонжықтың балды тығылып жегеніне ұялып қалдым ғой. Сен кішкентай қонжық үшін ұялдың ба? Иә, өте қатты ұялдым. Ал балақайға қандай ақыл айтасың? Сен олай жасама, балақай. Үйдегі отбасыңның әрбір мүшесімен бөлісіп же. Балақай бөлісу туралы біледі. Солай ғой, балақай. Балақаймен енді қоштасайық. Сау бол, балақай, келесі кездескенше. Балақай, сау бол, келесі кездескенше.